Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін картошка мен фарштан бешамель соусымен запеканка дайындаймыз. Бұл өте дәмді және тойымды тамақ. Осындай оңай рецептерді жақсы көремін. Ең алдымен картошканы тазалап, тураймыз. Менде 1,5 кг. Кастрөлге су құйып, дәміне қарай тұз саламыз. Отқа қойып, дайын болғанша пісіреміз. Бір үлкен немесе 2 орташа пиязды алып тураймыз. 800 г фарш дайындаймыз. Менде сиырдікі. Табаға кішкене сұйық май құямыз, шамамен 4-5 ас қасық. Қызып тұрған майға пиязды сарғайғанша қуырамыз. Енді 800 г кез келген фаршымызды саламыз. Қасықтың көмегімен жақсылап бөліп аламыз. Суы шыққанша қуырамыз. Дәміне қарай дәмдеуіштер қосамыз. Мен зира, қасықтың ұшымен кориандр, жарты ас қасық тұз, жарты шай қасық қызыл ащы бұрыш, аз ғана арнайы сарымсақ дәмдеуші және паприка, 2-3 сарымсақтың тісі, кішкене қара бұрыш саламын. Араластырамыз. 1 ас қасық ұн, тағы да жақсылап араластырамыз да 300 г сүт құямыз. Қоюланғанша араластырамыз да отын өшіреміз. Дайын болған картоптың суын құйып аламыз, пюре жасаймыз. Дәміне қарай сары май, сүт қоссаңыз болады. Мен бөлек алып қойған картошканың суын ғана және тұз қосамын. Пісіретін форманы майлап, картошканы салып, тегістейміз. Картошканың үстіне дайындап қойған фаршымызды саламыз. Шамамен 250 г ірімшікті алып, ірі теркадан өткіземіз. Фарштың үстінен әдемілеп себеміз. 200 градуста қызып тұрған пеште 20-30 минут пісіреміз. Яғни пешіңізге де байланысты. Дайын болған тамағымызды бөліп дастарханға қоямыз. Өте тез және оңай. Ең бастысы дәмді әрі тойымды тамақ. Егер рецепт сізге ұнаса, лайк басып, достарыңызбен бөлісіп, ұнағанын білдіріп, пікірге жаза кетіңіз. Менің каналыма тіркеліп, жанында тұрған қоңыраушаны басып қойыңыз. Сонда жаңа видео шыққанын біліп отырасыз. Асыңыз дәмді, денсаулығыңыз мықты болсын.